Түркістан қаласына Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті көшіп келді. Олар қазіргі таңда Түркістан халқы ШНОС деп атап кеткен Түркістан қалалық емханасының жанында орналасқан 3 қабатты ғимаратқа қоныстанды. Департамент басшысының айтуынша, Шымкент қаласынан 28 азамат осында жұмыс істеуге келген. Қалған 11 бос орынға мамандар конкурс арқылы қабылданады. Бүгінгі күні біз жұмысымызды бастап кеттік. Жалпы департаментте штаттық бірліктердің саны 39 болса, осы Түркістан облысында жұмыс істейміз деп ауысып келген азаматтардың нақты саны бүгінгі күні 28 адам. Енді қалған орындарға біз конкурс өткізіп, қызметкерлер тағы да қосымша алатын боламыз. Негізінде біздің департаменттің 3 бағыты бар жұмыс жасайтын, яғни ол сыбайлас жемқорлыққа профилактика жасау, мемлекеттік қызмет саласында жұмыс жасау және азаматтарға көрсетілетін қызметтердің сапасына бақылау жүргізу. Осы бағыттардың барлығында біз жұмысты тиянақты жұмыс істейтінімізге көзіміз жетеді. Сондай-ақ департамент жанынан жақын арада мемлекеттік қызметшілер арасында өткізілетін тест орталығы да ашылмақ. Яғни мемлекеттік қызметшілікке және құқық қорғау саласында жұмыс жасауға үміттілер мемлекеттік тестілеуді осы Түркістан қаласында тапсыратын болады. Сонымен бірге осы жақын арада, мен ойлаймын, тамыз айы немесе қыркүйек айының бас жағында Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының филиалы осы Түркістан қаласында бой көтерейін деп жатыр. Сол филиал ашылатын болса, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру мәселелері, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау мәселелерінің барлығы осы Түркістан қаласында жүргізіледі. Осы жұмыстың барлығын біз бүгінгі күні бастап ары қарай жүруге дайын екенімізді айта кеткім келіп отыр. Бүгінгі күні өзіміздің ақпараттық жүйелер бар, яғни Lotus, интернет, ИПГО деген, e-қызмет деген жүйелер бар. Сол жүйелердің барлығын тартып алып келдік. Сол жүйелерді нақты орналастыру мәселелерімен айналысып жатырмыз. Басқа да осындай ішінара жұмыстар бар, бірақ айта кеткім келетіні, біз жұмысты бастадық деп толық айтуға мүмкіндігіміз бар қазір. Тестілеу класын біз уже компьютерлерін қойып қойдық, соған линия связи дейді ғой, сол желілерді тартып жатыр. Енді мен ойлаймын, бүгін бітіріп та қалатын шығар ол жұмысты. Жаңа 3 қабатты ғимаратқа мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаментінен өзге де басқармалар қоныстануы жоспарланып отыр. Ардақберден Сұлтанболатұлы, Тұран, Түркістан.